18.000 ғаламтор. Тек туралы аңыз. Бір бала кешке мектептен үйіне қайтып бара жатты. Кенеттен ол артынан түсініксіз шу естіді. Бала артына қарап, мектеп терезесінде терезеге сүйеніп отырған әдемі қызды көріп, оған мұқият қарады. Ол бір түрлі қыздан мұнда не істеп жатқанын сұрады. Өйткені бұл мектеп тек ұлдарға арналған. Қыз ақыры оған назар аударылғанын түсінген сәтте, ол сүйкімді күлімсіреп өзін құшақтады. Осы сәтте ол тепе-теңдігін жоғалтып, терезеден жерге құлады. Кенеттен бала терезеден құлаған қыздың төменгі денесі жоқ екенін түсінді. 1-2 секундтан кейін қыздың жоғарғы жартысы оның бағытына қарай шынтағымен жерде қозғалды. Сонымен бірге ол деген қорқынышты дыбыстарын шығарды. Бала қорыққаннан сасып, орнынан қозғала алмады. Қыз оған жеткенде ол орағын алып, бір соққымен баланың денесін екіге бөліп, оны дәл өзіне ұқсатты. Теке деген кім? Текенің басқа есімдері де бар. Теке, Бата, Касима Рейко, шынтақпен жүретін қыз. Кейбір әңгімелерде тек қыздың бейнесінде, ал басқаларда әйел кейпінде пайда болады. Бірақ барлық әңгімелерде оның белінен төмен дене бөлігі жоқ. Мұның себебі оны пойыз басып кеткен. Наным сенімдерге сәйкес тек қараңғыда ойнайтын балаларды аулайды. Ол оларды орақпен денелерін екіге шауып тастап, өзінің басынан өткен осы сұмдықты оларды сезінбегенше артынан қалмай қуып жүре береді. Бұл қызды адамдар Ондрео немесе кекшіл рух деп атайды. Көпшіліктің айтуы бойынша ол түнде қалаларда, көбінесе темір жол станцияларында пайда болады. Касима Рейконың аяқсыз рухы дәретхана кабиналарында жиі барып, келушілердің оның аяғы қайда екенін білеме деп сұрайды. Егер сұралушы Касима қолайсыз деп тапқандай жауап берсе, ол оның аяғын жұлып алады немесе кесіп тастайды. Ал егер сұралушы оның аяғы Мейсин магистралінде немесе Камен Сенима өлім жын маскасы деген тіркеспен жауап берсе, тірі қалуы мүмкін. Бұл Касима есімінің фонетикалық шығу тегі болуы мүмкін. Бірақ бұл оқиғаның тағы да бір басқа нұсқасы бар. Әдеттегідей ол қыз университеттен кейін үйіне қайтады. Ол артында жас әскери адамдарды байқайды. Жақсы, бұл отан қорғаушылар ғой деп ол әрі қарай жүре берді. Бірақ жігіттердің қадамдары жиілеп, олар оны қуып жатты. Қиындықты сезген қыз қашып кете бастады, бірақ жігіттер оны ұстап алып зорлады. Осыдан кейін ол депрессияға ұшырап, пойыздың астына түсіп, өз-өзіне қол жұмсады. Пойыз оның денесін жоғарғы бөлігін төменгі бөлігінен бөліп басып өтті. Ұзақ уақыт бойы ол тыныштық таба алмады. Содан бері ол тек дененің жоғарғы бөлігімен жүреді. Оны көрген адам енді тыныш өмір сүре алмайды, өйткені қыз ол адамның жанын сезінеді және оны аулай бастайды. Мұндай жағдайда орын алған. Жас мектеп оқушылары үйлеріне қайтып бара жатты. Кенеттен олардың бірі бір түрлі дыбыстарды байқады. Ол айналасына қараған кезде тек тыныштық пен қараңғылықтан басқа ештеңе көрінбеді. Бәлкім маған жай ғана көрінген шығар деп ойлады. Көп ұзамай екі қыз да тек дыбыстарын естіп артына қарады. Олардың алдында жағымсыз дыбыс шығарған екі қолда түсініксіз бір нәрсе тұрды. Олар қашып кетем дегенше ол қыздардың бірін екіге бөліп үлгерді. Екіншісі шошып кетті, бірақ жағдайды тез түсініп жүгіре жөнелді. Үйге жеткенде ол есіктерді, терезелерді құлыптап ата-анасына ештеңе айтпады. Таңертең үйде екі бөлікке кесілген денелері табылды. Қыз оның ата-анасы мен әпкесін өлтірген екен. Бұл кісі өлтіру туралы іспен ешкім айналысқысы келмеді. Барлығы кімнің кінәлі екенін білді. Бірақ оны ақмақ аңыз деп жауып, бұл туралы айтпауға шешім қабылдады. Аңыз бойынша қолмен жүретін қыз қанмен ластанған адамдарды өлтіреді. Өйткені кезінде әскерилер оны қорлаған кезде қан көп төгілді. Және оның есінде сол қан қалып қойып,
оның психикасын өлтіріп, қанды жек көруге мәжбүр етті. Содан бері егер адамның денесінде немесе киімінде бір қан тамшысын көрсе, ол оны өлтіреді. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Бұл оқиғаның бәрі шынайы ма? Әлде жай аңыз ба? Бірақ жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды дейді. Жоқ әлде